шама келгенше көздерін түсірсін. Ол әйелдермен сөйлескен кезде қажеттілік мәселесінде ғана болмаса, ана қағазда бере саласыз ба, анау сондай ма, мынау мұндай ма деген жерлердегі нәрселер болмаса, көздерін түсірсін. Сондай-ақ ұятты жерлерін сақтасын дейді. Зәлика әзка лахум, айт ерлерге, мүминлерге осылай істеулері ең таза жол жандарына. Әйтпесе ол жан болған ат, ол жүрек болған ат. Өйткені өтеді, өткеннен кейін сен әлсіз жаратылғансың, оны Иса сүресінде айтқан. Әйелдер деп аталатын сүреде, еркектердің әлсіздігін атағала әйелдер деп аталатын сүреде айтқан. Именно еркектердің әлсіздігі әйелдерге қатысты. Көрдіңіз ба? Соны айтып жатыр бізге. Вахулиқал инсану дағифа, адам өте әлсіз жаралған. Соқтан көзді қарау, Атағал бұған Құран деген нәрсені берді. Өмірде енді қарайсыз, өзіңіздің әйеліңізге көп қарай беріңіз, өзіңіздің күйеуіңізге көп қарай беріңіз. От жанатындай дәрежеге дейін қарап үйреніңіз, тренироваться етіп. Не керек олай инстаграмдағыларға отыңды қарап бүйтіп, не керек? Армандап, қиналып, тұла бойыңды босқа дірілдетіп дегендей нәрселер. Қалай бар өмір? Сол мағынада айтып жатыр. Өйткені адам нәпсі солай әлсіз жаралған. Сол үшін иншалла артық қарамау бұл жан тазалығы үшін өте маңызды нәрсе. Тойымсыз деген нәпсі болып қалмас үшін біздікі. Артық қарамау.